балалар, қалдарыңыз қалай? Назарларыңыз экрандағы видеода болсын. Салдарынан сенсіз өткен әр айдың жанарыма жиылды ғой талай мұң. Жүрегіме жазып қойып атыңды, өзің жаққа үмітпенен қараймын. Сенсіз жерде сағыныштан сарғайып, сенсіз жерде қайғымыңнан қарайдым. Өтсін күндер, өтсін айлар, бәрібір мен өзіңді бақытыма балаймын. Балалар, бұл көріністің тақырыбы не туралы? Қалай ойлайсыздар? Иә, махаббат жайлы. Ендеше балалар, өтіп жатқан бөлім махаббат пен абырой. Сабақтың тақырыбы Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романы. Романның көркемдегіш құралдары. Оқу мақсаттары. Көркем шығармалардан алынған үзінділерді өз көзқарастарын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Және шығармалардың көркемдеуіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. Бағалау критерийлері. Әдеби шығармалардың үзінділерін талдай алады. Дескрипторлары шығарманың бөлімдеріне тақырып қоя алады. Сюжеттік желісін анықтайды. Көркемдеуіш құралдарын табады. Түрлерін анықтайды. Өткен сабақты пысықтау мақсатында сұрақтар көшкіні әдісі арқылы берілген сұрақтардың дұрыс жауабын табыңыздар. Бірінші, қазақ әдебиетіндегі алғашқы романның авторы кім? Екінші, Жамал мен Ғали қайда кездесті? Үшінші, басты кейіпкерлердің назы. Жауаптарын дұрыс жарайсыңдар. Сабағымыздың бірінші тапсырмасы. Берілген зерттеу сұрақтарына жауап беру арқылы галереяны толықтырыңыздар. Бірінші. Сәрсенбай бағзы уақытта өзінде һәм жаны ашитын жақындарының сөзімен де бала үшін бір тоқал алуды ойласа да қалампырдан аса алмай әне міне деп жүруші еді. Екінші. Не қылсаңдар да ықтияр, әуелінде де мен тоқал алма деген жерім жоқ. Маған несін айтасыңдар деп түсі бұзылып үйден шығып кетті. Үшінші. Мұнан кейін көп уақыт өткізбей Сәрсенбай бір қыз айттырды. Сәрсенбайдың айттырғаны осы молланың қызы Шолпан еді. Оның жасы 14-ке жетіп тұрған соң Сәрсенбай малын түгел беріп, келер жылында алып қойды. Енді балалар, осы галереяны толықтырыңыздар. Уақыт берілді. Жақсы, кәне осы галереяны толықтырған жауаптарыңызды тексеріңіздер. Бірінші. Тоқал алудан қалампырдан аса алмады. Дұрыс жауап. Екінші. Қалампырдың келісімі өте жақсы. Үшінші. Толықтыру. Сәрсенбайдың Шолпанды айттыруы өте керемет жауап. Келесі екінші тапсырма. Романның сюжеттік композициялық құрылымына қарай талдау жасаңыздар. Ол оқиғаның реті, шығарманың басталуы, шығарманың байланысы, шығарманың шиеленісуі, шығарманың шарықтау шегі және шығарманың шешімі.
Жақсы балалар, оқиға желісі бойынша берілген жауабымызды тексерейік. Бірінші, шығарманың басталуы. Ел жағдайы заман көрінісі. Екінші, шығарманың байланысы. Сәрсенбайдың бір перзентке зар болып, Жарасбай молданың қызы Шолпанды айттыруы. Үшінші, шығарманың шиеленісуі. Сәрсенбайдың елдің сөзіне еріп билікке таласқа түсуі. Билік үшін Байжанмен құдаласуы. Жамалдың Байжанның баласы Жұманды ұнатпауы, қайғыруы. Жамал мен Ғалидың бірін-бірі сүйуі, көңіл қосуы. Шығарманың шарықтау шегі. Ғалидың кенеттен ауырып қайтыс болуы. Жамалдың еріксіз Жұманға тиюі, бақытсыз өмірі. Шығарманың шешімі. Жамал Жұманның қорлығына шыдамай, қалаға қашпақ болып, боранды түнде үсіп қалуы. Келесі тапсырманы орындамас бұрын романдағы қолданылатын көркемдегіш құралдарды қарастырамыз. Көркемдегіш құралдар автордың шығарманы әсерлеу, бейнелеуіне септігін тигізіп, оның шеберлігін танытатын құралдар. Бұндай құралдар түрін сіздер білесіздер. Олар эпитет, метафора, теңеу, метонимия, мақал сөздер, тағы да басқалары. Келесі тапсырмамыз. Көркемдеуіш құралдардың мысалдарын сәйкестендіріңіздер. Бірінші, бұралған тоты құстай мүшелері. Екінші, тыңдаушы асыл сөзді табылғанда. Үшінші, жайлаған аққу етім шалқар көлде. Төртінші, оқуға емес жұрттың бәрі құмар, оқыған романды не деп ұғар. Бесінші, міне мен сіздерді шақырғаным, үмітсіз шайтан деген. Мал бітпес жігіт болмас, құмарына қара ұл таппас қатын болмас, тұрарына қара деп сабыр етіп едім. Осы мысалдарды келесі бағанда берілген көркемдеуіш құралдармен сәйкестендіріңіздер. Олар метафора, ассонанс, мақал-мәтелдер, эпитет, теңеу. Тапсырмамыздың жауабын тексереміз. Бұралған тоты құстай мүшелері. Теңеу. Тыңдаушы асыл сөзді табылғанда. Эпитет. Жайлаған аққу етім шалқар көлде. Метафора. Оқуға емес жұрттың бәрі құмар, оқығаны романды не деп ұғар. Ассонанс. Міне, мен сіздерді шақырғаным үмітсіз шайтан деген. Мал бітпес жігіт болмас, құмарына қара ұл таппас, қатын болмас, тұрарына қара деп сабыр етіп едім. Мақал, мәтел сөздері. Жауаптарыңыз өте керемет. Міне балалар, бүгін біз шығармадағы көркемдегіш құралдар қолданысын талдай отырып, автор стилін қарастырдыңыздар. Және көркем шығармалардан үзінділерді оқып, өз көзқарастарыңызды орынды қолданып, дәлелдеп меңгердіңіздер. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.